Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ма? Комментарий жазып. Кеше Зеленскийдің өзі Запорожьедағы атом электр станциясының барлық блоктарына орыстар жарылғыш затқа ұқсайтын заттарды орнатып кетіпті деп бүкіл дүние жүзіне дабыл қақып отыр. Кеше мен соны аударып Фейсбукте жарияладым. Менің Серікжан Біләшұлы парақшамда тұр. Зеленскийдің сөзін аударып жарияладым. Онда айтып отыр. Бүкіл адамзатқа, керек десең бүкіл Еуропаға қауіп төніп отыр. Орыстар тағы бір зұлымдықты жоспарлап отыр дейді. Ол не? Атом электр станциясын жару, бүкіл Украинаны енді атом радиациясымен зияндау. Неге? Каховка су тоспасы су қоймасын жарды. Одан болған экологиялық апат сұмдық болды. Биыл енді бүкіл Еуропа Украинаның астығын ала алмауы мүмкін. Себебі одан туатын қаншама зардаптар бар. Енді қазір Украин жеріндегі тұтас Еуропа бойынша ең үлкен атом электр станциясын жармақшы деп жар салып отыр Зеленский. Яғни орыс осы қадамға бару арқылы өзінің ең соңғы суға кеткен тал қармайды дейтін жағдайын әлемге ашып көрсетіп отыр. Яғни орыста енді басқа амал қалған жоқ. Олар осылай істеп, өліп бара жатып бір лаңғада салып кетпек. Басқа шаралар жоқ. Басқа шаралар жоқ. Ал Қытайшы? Қытай Тайванға соғыс аша алмайды. Кеше юандары қатты құлдырап, орыстың рублі құлдырап жатыр. Міне, соғыстың нәтижесі. Империялардың шипасы бітіп жатыр. Ақшасы қалай сабан ақшаға айналады? Империялар солай тасталқан болады. Қытай Тайванға оқ ата алмайды. Неге? Тайвандағы Патриот 3 кешені Украинадағы Патриот 3 кешенінен көп. Тайванда бар F-сериал бомбалаушы ұшақтар Украинада жоқ. Тайванда бар зымырандар Украинада жоқ. Украина батыспен кеше ғана одақ болса, ал Тайван бәлен жылдан бері, анығында 1950 жылдан бері Қытаймен одақ, Америкамен одақ. Ал Америка жуырда Тайгер дейтін комиссия құрды. Ол сіздер білетін Тоқаевтың Тайгер дегендегі тигр емес. Ол тек қысқартылған әріптер Тайгер болып қалған. Онда сол Тайванға берілетін әскери көмекті қадағалау, тездету туралы комитет Конгресстен құрылып отыр. Мақсат Тайванға ең соңғы әскери көмекті ең бірінші болып беріп үлгеру. Міне, Тайванның әскери дайындығы әлде қайда жоғары. Себебі ол батыстың ескі одақтасы. Ал Киев батыстың одақтасы болмай тұрып соғысты бастады. Артынан барып батыс қару берді. Еуропалық, америкалық қарулар соғыс басталғаннан кейін ғана украиндардың қолына тиді. Оған қарағанда соғыс басталмай тұрып, тап түйнақтай дайындалып, тас түйін дайындалып отырған Тайванға Қытай соғыс ашу қиындау. Неге? Қытайдың зымыранын қағып түсіретін әуе кеңістігінен қорғанатын патриоты бар. Қытайдың Пекиннен тартып Харбин сияқты ірі қалаларының бәрін атқылап тастайтын зымырандық атқылау жүйелері бар. Әуе кеңістігін қорғайтын бомбалаушы F-сериал ұшақтары бар. Бұның барлығы Украинаның қолына кеше ғана тиді. Енді осы Қытай теңізден басы бүтін қоршалып тұр. Ең солтүстігі Жапония, одан кейін оңтүстік Корея, одан кейін оңтүстікке қарай жүргенде Тайван, одан кейін Тайванның тиіп тұрған Филиппиннің ең солтүстігіндегі әскери портты Америка алды.
Жапонияда, Оңтүстік Кореяда, Тайванда әскери күші бар. Америка енді Филиппинде әскери күші орнады. Ең оңтүстігі Сингапурда әскери базасы бар. Енді осыдан ары ойлай бер. Бүкіл оңтүстік шығыс теңізді Америка қоршап болды. Жуырда ғана Үндістанмен одақ болып отыр. Қытайдың сыртқы істер министрінің төбесінен қарайтын, министрдің төбесіндегі министр. Баяғы бізде Қазақстанда бір екі шал қатар жүрді ғой. Елдің президенті бар, біздің президентіміздің президенті бар деп әзіл қылдық қой. Тура сол сияқты. Сол сыртқы істер министрінің төбесінен қарайтын министр Уаң И, біз жапондар, қытайлар, ақкөк, анау мынау нәсіліміз, тегіміз бір, бізді батыс бөле алмайды деп оттап, бүкіл дүниені күлкіге қарық қылды. Сөйтіп аяқ астынан нәсілшілдікті айта қалды. Біздің түрімізде бір, тегіміз бір, ақкөк, анау мынау балдырып атпақ. Неге? Бұл жерде тек нәсіл дейтін нәрсе ойнамайды. Тек нәсіл дейтін нәрсе ойнамайды. Бұл жерде идеология, саяси мүдде ойнайды. Жапон мен Корей мың жерінен Қытайға азиат болып, шығыс азиялық болып жақын болса да, оларға батыстық демократиялық құндылық әлде қайда жақын. Қасындағы жалмауыз, жауыз, феодалдық, диктаторлық, импершілдік аурумен ауыратын көршісінен гөрі, оларға батыстық демократиялық күштер әлде қайда жақын. Мейлі оның көзі көкшірейіп, мұрны қоңқырайып тұрса да, әңгіме осында жатыр. Украиндар мен орыстар аға бауыр еді. Бір славян еді. Біріне бірі аудармасыз түсінетін еді. Бірақ осы екі аға бауырды соғыстырып отырған аға бауырлық емес, оларды соғыстырып отырған идеология. Себебі Қара теңізді алмай, қатпайтын портқа қол жеткізбей, орыс болмайтынын білді. Орысқа әлемдік саудаға кіру үшін қатпайтын порт керек. Қара теңізді алу керек. Украинды жою керек. Неге? Украин күннен күнге дамып барады. Батысқа жақындап барады. НАТО-мен махаббаттары жарасып барады. Сол әлі махаббаттары жарасып әлі бірімен бір махаббаттаспай тұрған НАТО-мен Украинаға орыс келіп ордадан келікті. Неге? Орыста салынып жатқан қала жоқ. Мәскеу мен Петерборды жалғайтын жолдың өзі 10 бәлен жыл болды салынып бітпеді. Неден? Коррупциядан. Түбі тесік шелек. Коррупция ешқашан ешкімді байытпайды да. Шылқыған байлықтың үстінде отырған Қазақстандағы қазақтардың ол байлықтан қызық көрмейтін де, біздің де мынау жоғарда отырған ұры қары қарақшы бандиттік кландар түбі тесік шелек сияқты. Оларда тойым болмайды.